Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын синнабон булочкаларының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Құрғақ саламыз. Қант саламыз. Шым тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Тағы да араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жүрмейміз, 2-3 бөліп салатын боламыз. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Булочкаларымыздың ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Қантымызға корицаны қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей 1 сағаттай уақыт өтті. Қамырымыз күшті болып көтеріліп шықты. Енді қамырымызды видеода көрсетілгендей жайып аламыз. Қамырымыздың бетіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды жағып шығамыз. Енді майымыздың бетіне дайындап алған салмасын салатын боламыз. Жаңағы қантымыз бен корицамызды жақсылап сүйіп шығамыз. Қамырымызды видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Қамырымызды орап дайындап алғаннан кейін бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Жіппен немесе пышақпен кессеңіздер болады. Маған осылай жіппен кескен ыңғайлырақ болды. Енді булочкаларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіретін боламыз. Булочкаларымыз дайын болғанша бетіне жағатын помадкамызды дайындап аламыз. Ыдысымызға творожный сырымызды саламыз, сүт құямыз, қант саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Енді осындай ыстықтай күйіне бетіне помадкасын жағатын боламыз. Мінекей біздің синнабон булочкаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, күшті болып көтеріліп. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.